Сәлем достар, бүгін біз кабачкиден тіске басар жасаймыз. Ол үшін бізге кабачки, сыр, жұмыртқа, панировочный сухарий, укроп, чеснок, майонез қажет. Алдымен кабачкиді турап аламыз, содан кейін жұмыртқаға, сосын панировочный сухарийге араластырып аламыз. Пешке 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Кабачки піскенше біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін майонезге сырды, чеснокты теркадан өткізіп салып, укробымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Кабачки дайын болғаннан кейін начинкасын салып айналдырып зубочистка тығамыз. Тіске басарымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.